Қайырлы кеш, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Қайта оралғаныма қуаныштымын. Көріспегелі біраз уақыт болды. Бүгін біз математикалық сауаттылыққа дайындық есептерін қарастыратын боламыз. Егер қызықты әрі пайдалы болса, онда бізбен бірге болыңыздар. Онда сабағымызды бастайық. Кеттік, қолыңызға дәптер және қаламды алуды ұмытпағаймыз. Сонымен оқушылар, достар, бірінші есепті қарастырып өтейік. Бізде бұл Ержан туралы есеп. Давайте мен қалың жазайын, чтобы көрінетіндей. Бір. Ержан 1-ден 333-ке дейінгі натурал сандарды жазып шықты. Ол жалпы неше цифр қолданды? Бізде оқушылар санды цифрға айналдыратын формула бар еді, соны бір еске түсірейік. Егер біздің 2 таңбалы сан болса, онда біз оны 2 цифрға айналдыру үшін 2-ке көбейтіп 9 азайтатын едік. Егер біздің санымыз 3 таңбалы сан болса, оны 3-ке көбейтіп 9 мен 99-ды азайтамыз. Егер біздің санымыз 4 таңбалы сан болса, онда 4-ке көбейтіп 9-ды, 99-ды және 999-ды азайтамыз. Енді біздің есебімізге келетін болсақ, біздің есебіміз бұл 333 деген сан, 3 таңбалы сан. Онда біз не істейміз оқушылар? 333-ті 3-ке көбейтіп, шыққан нәтижеден 9 мен 99-ды азайтатын боламыз. Енді соны қазір калькулятормен шығарамыз. Калькуляторды ашамыз. 333-ті көбейтеміз 3-ке, міндетті түрде тең деп жазамыз. Сосын азайтамыз 9-ды, азайтамыз 99-ды. 891 деген жауап шықты, және ол бізде бар. Сонда бұл есептің шешімі оқушылар неге тең болады екен? 891-ге тең болды. Так, номері екінші тапсырма. Так, 0,000037 көбейту 19 саны неше таңбалы сан екенін анықтаңыз деген есеп берілген, және оқушылар бізде бұл есепті қарастырған боламыз. Бұл жерде оқушылар біздің ең бірінші мақсаттарымыздың бірі бұл ондық санды біз бүтін санға айналдыруымыз керек. Ал ол үшін біз ондарға көбейтеміз. Бізде 10-ның 9 дәрежесі деген бар. Бұл дегеніміз 10-нан 9 дана бар дегенді білдіреді. Біз осылардың барлығын мына ондық бөлдікке көбейтіп үтірлерді оңға жылжытып отырамыз. Мына есепке қарайтын болсақ, біз бүтін санға айналдыру үшін неше 10 керек, соны қарайық. Мына қараңдар оқушылар. Үтірден кейін қанша сан бар, сонша 10 керек деген сөз. Онда үтірден кейін қараңдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 сан бар екен. Онда бізге 6 10 керек. Сонда біздің есебіміз қалай болды? Соған бір тоқталайық. 0,000037 көбейту 19 деген німіз оқушылар, біз үтірді 6 рет жылжыттық. Сонда бізде бұл 37 деген сан болды. Және көбейтілген 10-ның оқушылар 9 10-ның біз 6-ауын қолдандық, қаншауы қалды? 3-еуі қалды. Яғни 10-ның 3 дәрежесі болады. Біз 6 10-ды ондық бөлшекті бүтін санға айналдыруға қолдандық. Енді 37 көбейту 10-ның 3 дәрежесі деп атқанымыз, бұл бізде 1000-ға тең. 37-ні 1000-ға көбейтсек 37 000 болады. 37 000 дегеніміз бұл 5 таңбалы сан. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Жауабы 5 таңбалы сан. Келесі оқушылар, екінші есеп бізде түсінікті болса, онда үшінші есепке тоқталамыз. Үшінші есеп 1 бөлінген 240 масштабымен берілген картаны 4 есе үлкейтсе, онда жаңа масштаб қалай болады деген есеп берілген. Осы есепті біз қалай шығарамыз, соған бір тоқталып өтейік. Біздің масштабымыз 1 бөлінген 240 000. Біз бұны бөлшек ретінде жазамыз. 1 бөлінген 240 000. Енді осы 4 есе үлкейтсе десе, біз оқушылар осы масштабты 4-ке көбейтеміз. Сонда 4-ке көбейтеміз. 4-тің астында көрінбейтін 1 бар, я? Сонда 4 пен 240 000 бұларды біз қысқартамыз. Оқушылар 4 және 240 000 екеуі де 4-ке бөлінеді. 4-ке қысқартамыз, бөлеміз. 4-ке бөлсек 1 қалады,
4-ке бөлсек 60 мың болады. Сонда бұл 1 бөлінген 60 мың, яғни біздің есептің жауабы 1 бөлу 60 мың. Бұл бізде қай вариант? Д варианты. Д вариантын белгілейміз. Енді оқушылар, 4-ші есепке тоқталайық. 4-ші есепті шығару үшін бізге не керек? Жаңа пустой беттер керек. Сол пустой беттерді копировать етеміз. Так, 2-ші есеп. 4-ші тапсырма. Оқушылар, бұл жерде көріп тұрғанымыздай бөлшек сандарды бір-біріне көбейтіп жатыр. Енді бұл бір оқушылар үшін қиын келуі мүмкін, бірақ бұның ешқандай қиындығы жоқ. Қазіргі көрсетілген әдісті қарап, сол әдіс бойынша келетін есептерді шығарсақ, біздің есептеріміздің барлығы оңай әрі жеңіл шығатын болады. Так, сонымен біздің есебіміз қалай? Біздің есебіміз 1 қосылған 7-тен 2, 1 қосылған 9-дан 2, 1 қосылған 11-ден 2, және 1 қосылған 17-тен 2, 1 қосылған 19-дан 2 деп берілген. Біз оқушылар әрбір жақшаны жеке-жеке орындаймыз. Қалай орындаймыз? Оқушылар бұлай жасаймыз. Мына 1-ді көріп тұрсыңдар ғой, осы 1-ді мына бөліміне көбейтеміз. 1-ді 7-ге көбейтеміз, 7. Енді мына алымындағы санды қосамыз, өйткені мұнда қосу таңбасы тұр. Егер бұл жерде алу таңбасы болғанда аз айтатын едік. 1-ді 7-ге көбейтеміз, 7, 7-тен 2-ні азайтамыз, сонда бұл қанша болады? 5 болады. Бөліміндегі сан өзгермейді, өзін жазамыз. Мына жерде бізде көбейту таңбасы бар. Екі жақшаның арасында көбейту таңбасы. Келесі дәл осылай 1-ді аламызда мына 9-ға көбейтеміз. 9, оған мына 2-ні алымындағы 2-ні қосамыз. Сонда бұл 11 бөлімінде 9 болады. Дәл осылай жалғастырамыз. Так, мына жерде 1-ге 7-ні көбейтсек 7, оған 2-ні қоссақ оқушылар 5 емес, мынау бізде қанша болады? 9 болу керек. Мына жер бізде 9. Келесі оқушылар, 1-ді 11-ге көбейтеміз 11, оған 2-ні қосамыз 13, бөлімі 11. Мына нүктелердің мағынасы дәл осылай жалғаса береді дегенді білдіреді. Келесі 1-ді 17-ге көбейтеміз, 2-ні қосамыз, 19 бөлінген 17, көбейтілген, келесінде 21 бөлінген 19 болады. Енді оқушылар, біздің есебіміз қалай қысқарады, соған мән берейік. Көріп тұрғанымыздай, біздің 9 мына астындағы 9-бен қысқарып тұр. 11 мына 11-мен қысқарып тұр. 19 мына 19-бен қысқарып тұр. Енді оқушылар, мына 13-ке қарайтын болсақ, бұл 13 мына жердегі 13-пен қысқарады. Мынаның арасында сандар бар дедім ғой. Сол сандардың арасында 13 деген сан кездеседі. Дәл сол секілді мына төменде тұрған 17 жоғарыда тұрған бір 17-мен қысқарады. Сол кезде бізде тек қана 21 мен 7 қалады. Енді 21 неге қысқармайды? Себебі 21-ді қысқарту үшін менде мына жерде сан болу керек. Бұл жерде менде сан жоқ. Сондықтан 21 бізде қысқармайды. 7-ні қысқарту үшін мына жоғары жақта сан болу керек. Бұл жақта 7 жоқ. Сондықтан 7 де бізде қысқармайды. Сонда біздің есепте қандай сан қалды? Соны бөлшек ретінде жазайық. Жоғарыда 21 қалды, төменде 7 қалды. 21-ді 7-ге бөлеміз, есептің шешімі 3-ге тең. Аяқталды. Келесі оқушылар, номері 5-ші тапсырмаға көшеміз. Бұл бізде пропорция. Қандай пропорция екен қазір анықтайық. 36 литр сүттен 4,5 килограмм клейгер шығады, яғни қаймақ шығады деп жатыр. Дәл сондай 48 литр сүттен қанша клейгер шығады, яғни бізде бұл X. Енді оқушылар, ойланып көрейікші. Қаншалықты сүт көп болатын болса, соншалықты клейгей көп бола ма, аз бола ма? Әрине көп болады. Көп сүт болған сайын біз көп клейгей аламыз. Сондықтан бұл бізде тура пропорция. Жарай ма? Енді тура пропорцияны қалай шешеміз? Бұны шешу үшін оқушылар, бұлардың арасына бөлу таңбасын қоямыз. Сонда 36 бөлінген 48 тең 4,5 бөлінген X болады. Осы жерде біз көбелек әдісін қолданамыз. Көбелек әдісі деп атқанымыз не? Көбелек әдісі деп атқанымыз 36-ны X-қа көбейтеміз, 48-ді 4,5-ге көбейтеміз және ортасына 2 мұрт саламыз.
Сонда бізде 36 x-қа көбейтеміз деп айттық, 48-ді 4 жарымға көбейтеміз. Бірінші x-ті барды жазамыз, одан кейін барып санды жазамыз. Ортасында тұрған теңді ортасына жазатын боламыз. Енді жалғастырамыз. 36x тең 48-ді 4 жарымға калькулятормен әрине көбейтеміз. Калькуляторды аламыз. Так, көбейтеміз. 48 көбейту 4,5 тең 216. Так, жазамыз 216-ға тең. Енді келесі амал қандай? X-ті табу үшін оқушылар, мен 216-ны 36-ға бөлем. 216-ны 36-ға бөлем. Сонда X менде 6-ға тең болады. Сонда 48 литр сүттен мен 6 килограмм клей аламын. Жауабы Б, оқушылар, Б. Кеттік, арғарай жалғастырамыз. 5-ші есепті аяқтадық. Келесі оқушылар 6-ші тапсырма. 6-ші тапсырма өте қызықты тапсырмалардың бірі болайын деп жатыр. Кеттік. 6-ші тапсырма бізде өрнектің мәні қандай цифрмен аяқталады деген есеп берілген. Бұндай есептер келсе оқушылар, бір логика бар, сол логиканы түсініп алсақ болды. Мен қазір көрсетем, соны жақсылап оқып алайық. 24-тің 23 дәрежесі. Оқушылар, бізге соңғы цифрдың мәнін тапқандықтан, біз тек қана соңғы цифр ғана маңызды. Яғни 24-тің 23 деген дәрежеде бізде 24 деген санның тек қана 4-і ғана бізге маңызды. Мына 2-ні алудың қажеті жоқ. Бізге соңғы цифр керек. Енді дәрежесін біз не істейміз, оқушылар, дәрежесімен біз жұмыс жасайтын боламыз. Кез келген санды дәрежелейтін болсақ, әр 4 сан сайын дәреженің соңғы цифры қайталана береді. Дәл осы логикамен оқушылар дәрежені 4-ке бөлеміз. Егер бір қалдық қалса, бір дәрежесін соңғы цифрдың, 2 дәреже қалса, 2 қалдық қалса 2 дәрежесін, 3 қалдық қалса 3 дәрежесін, егер қалдық қалмаған жағдайда 4 дәрежесін аламыз. Дәл сол логиканы мына жерде қолданамыз. Дәрежені алдық. Енді практика ретінде қазір көрсетем. Дәрежені аламыз оқушылар, бұны 4-ке бөлеміз. Калькулятормен бөліңдер. Сонда бізде 5,75 деген жауап шығады. Енді оқушылар, осының бүтін бөлігін, мына 5-ті 4-ке обратына көбейтеміз. Сонда бізде 20 деген жауап шығады. Енді мына алғашқы 23 деген саннан мына 20 деген санды азайтатын болсақ, бізде қалдық шығады. Бұл қалдық 3 деген санды білдіреді, 23-тен 20. Сонда біз оқушылар мына ең соңғы цифрдың 3 дәрежесін аламыз. 4-тің кубы оқушылар, бұл 4 көбейту 4 көбейту 4 64-ке тең. Яғни 4 деген соңғы цифры болып анықталды. Болды. Көріп тұрғанымыздай достар, қиын емес, онда келесі есепті қарастырайық. 23-тің 24 дәрежесі. Бізге мына санның соңғы цифрын аламыз. Бізге не керек емес? 2 керек емес. Бізге не керек? 3 керек. Не істейміз сосын? Мына дәрежені аламыз да 4-ке бөлеміз деп айттым. Дұрыс па? Дәрежені аламыз да 4-ке бөлеміз. Так, 6 шықты. 6 деген бүтін бөліктің өзі ғой. Ешқандай қалдық қалмады. Онда 24 4-ке қалдықсыз бөлінеді. Қалдық қалмады. Жаңа айттық, егер қалдық қалмайтын болса, 4-ші дәрежесін аламыз дедік. Онда 3-тің 4-ші дәрежесі бұл 81-ге тең, яғни соңғы цифры 1. Енді осы соңғы цифрларды бір-біріне қосамыз. Қараңдар, 24-тің 23 дәрежесі қосылған 23-тің 24 деген дәреженің есебінде, мынаның соңғы цифры бізде 4-ке тең болды, мынаның соңғы цифры 1-ге тең болды. Осы соңғы цифрларды бір-біріне қосатын болсақ, бізде 5 деген жауап шықты. Жаңа ережені бір еске алып өтейік. 1 қалдық, 1 дәреже. 2 қалдық, 2 дәреже. 3 қалдық, 3 дәреже. Егер қалдық қалмаса, онда оқушылар 4-ші дәрежесін аламыз. Қандай цифрдың? Соңғы цифрдың берілген санын. Жарай ма? Кеттік. Онда оқушылар, арғарай жалғастырамыз. Номері 7-ші тапсырмаға да келіп жеттік. Бұл бізде пропорцияның қандай түрі, соған қарап өтейік. Так, бұл бізде мәтінді тексте пропорцияға байланысты. 10 жұмысшы 5 күнде 25 бөлшек дайындайды. 25 жұмысшы 8 күнде неше бөлшек дайындайды? Егер біздің текстімізде жұмысшы
уақыт нәтиже қатысқан болса, бұл бізде аралас пропорция болып келеді. Яғни мен көріп тұрмын, жұмысшы бар. Бұл қанша жұмысшы? 10 жұмысшы. 5 күн бойы еңбек етіп 25 бөлшек дайындайды. Дәл солай оқушылар 25 жұмысшы 8 күнде неше бөлшек дайындайды дейді. Көріп тұрғанымыздай, жұмысшының астына, уақыттың астына, бөлшектің астына жазамыз. Жазып болғаннан кейін оқушылар келесі түрдегідей көбейтеміз. Қараңдар, біз бірінші былай көбейтеміз. 10-ды 5-ке көбейтемін, 5-ті x-қа көбейтемін. 25-ті 8-ге, 8-ді 25-ке көбейтемін. Арасына тең қоямын. Бірінші қайсының ішінде x бар, сол бірінші жазылады. Қараңдар, 10-ды 5-ке көбейтемін, 5-ті x-ке көбейтемін. Осының ішінде менде x бар. Онда мен 10 көбейту 5 көбейту x деймін, тең 25 көбейту 8 көбейту 25 деймін. Яғни осы сызықтар бойынша бір-біріне көбейтіп шығамыз. 10-ды 5-ке көбейтсең 50x тең. Мені мына жерде калькулятормен көбейтетін боламыз. Қолымызға калькуляторды аламыз. Так, кеттік. 25 көбейту 8 көбейту 25. 5000 болды. Так, біздің есеміз мына жерде 5000 болды. X-ті табу үшін 5000-ді біз 50-ге бөлеміз. Сонда x бізде нешеге тең болады? 100-ге тең болады. Қанша бөлшек дайындайды? 100 бөлшек дайындайды. Номері 8-ші тапсырма. 248 санын 5, 3, 2 сандарына кері пропорционал түрде бөліңіз. Қалай жасаймыз? Егер бұл пропорционал болғанда 5x, 3x, 2x болады. Бұл жерде кері пропорционал болғандықтан біз кері сандарды аламыз. 5-тің кері саны 5-тен 1, 2-нің кері саны 2-ден 1, 3-тің кері саны 3-тен 1 болады. Яғни кері сан деп атқанымыз не? Мысалы, 5-тің кері саны не үшін 5-тен 1? Мен 5-ті өзінің кері санына көбейткенде, ол 1 болу керек. Яғни, мына 5 1-ге көбейтіліп, 5-ке қысқарып кетіп, қайтадан 1 шығады. Дәл сол секілді 2-нің кері саны 2-ден 1. Яғни, осы 2 санды бір-біріне көбейткенде 1 болу керек. Яғни, 1-ді береді. Дәл сол секілді 3-тің кері саны 3-тен 1, көбейтемін, маған 1 береді. Сонда 5-тің кері саны 5-тен 1, 3-тің кері саны 3-тен 1, 2-нің кері саны 2-ден 1. Енді біз осылай кері сандарын анықтап болғаннан кейін барып, біз бұл қатынастардың барлығына x тіркейтін боламыз. 2-ден 1x, 5-тен 1x, 3-тен 1x демізде, осылардың қосындысын 248-ге теңестіреміз. Жарай ма? Бізге айтып тұр ғой, кері пропорционал сандардың қосындысы 248 дейді. Онда бұларды қосамыз. Енді арғарай қалай жұмыс істейміз оқушылар? Мына x-ті 1-ге көбейтеміз, x-ті 1-ге көбейтіп шығамыз. Асықпаймыз. x бөлінген 2, x бөлінген 5 және x бөлінген 3 болады. Бір нәрсе айтып өтейін. Санды кез келген әріпті 1-ге көбейткенде, сол санның, сол әріптің өзі болады. Яғни 1 жазылмайды. Енді ортақ бөлім береміз. 2-ке де, 5-ке де, 3-ке де бөлінетін сан бұл 30 екенін бәріміз білеміз, иә? Немесе қиын болып жатса, 2-ні 5-ті, 5-ті 3-ке көбейтіндер, бұл жерде 30 деген сан шығады. Яғни бөлімі 30 болу керек. Мана бөлімі 30 болу үшін мен бұны қандай санға көбейтем? Бұны мен 15-ке көбейтуім керек. Яғни жоғары жаққа осылай 15 деп жазамыз. Дәл сол секілді мына 5-ті 30 болу үшін мен қандай санға көбейтем? Әрине бұл 6-ға. Дәл солайынан мына 3-ті 30 болу үшін мен бұны 10-ға көбейтем. 248-дің астында тоже көрінбейтін бір бар екенін ұмытпаймыз. Бұны да мен 30-ға көбейтем. Өйткені 1 30 болу үшін бұл 30-ға көбейтілу керек. Енді көбейтеміз. X-ті 15-ке көбейтсек 15x плюс 6x көбейтсек 6x плюс мынау 10x болады. 248-ді 30-ға калькулятормен асықпай көбейтеміз. 248 көбейту 30 тең 7440 жазамыз. 7440. Енді 15, 6, 10-ды қосамыз. Бұларды қосатын болсақ 31x шығады, тең 7440. Келесі амал 7440-ты 31-ге бөлу. Так, сонда біздің x-іміз қандай сан шығады? Калькуляторда аламыз. 7440-ты бөлеміз 31-ге тең 240. Сонда біздің x-іміз қандай сан шықты? 240. Осы шыққан санды енді әр қайсына жеке-жеке көбейтіп шығамыз. Так, кеттік. Біріншісі бұл 2-ден 1 еді, көбейтемін 240-қа. 240 пен 2 қысқарады, қанша қалады? 120 қалады. Жауабы 120. Келесі 5-тен 1 көбейтілген 240.
Бұл жерде 245-ке қысқарады, 48 жауабы 48. Және үшіншісі оқушылар, 3-тен 1-ді көбейтеміз 240-қа, бұл бізде 80 болады. Сонда бұл есептің шешімі 80, 120 және 48-ге тең. Осы сандардың бізге тапсын деп жатыр. Бұл бізде көріп тұрғанымыздай В варианты. Және біз бұны спокойно таптық. 8-ші есепті аяқтадым. Енді 9 мен 10-ші тапсырмалар қалды. Так, 9-ші тапсырма. Алматы Тараз қалаларының арасын автокөлік 80 км/сағат жылдамдықпен 6 сағатта жүріп өтті. Яғни 80 км/сағатпен 66 сағатта жүрді. Егер ол жылдамдығын 20 км/сағатқа азайтса, сол аралықта қанша сағатта жүріп өтеді? Ол жылдамдығын 20-ға азайтты. 20 болған жоқ, 20-ға азайтты. Яғни оның жылдамдығы қазір 80 емес, 60 болды. Дәл сол жолда қанша уақытта жүреді? Енді оқушылар, өзіміз ойланып көрейікші. 80 км/сағатпен ол 6 сағат жүрсе, ол жылдамдығын азайтса, уақыт артпай ма? Бұл сонда қандай пропорция болып тұр? Жылдамдығы азайды, уақыты артты. Әрине бұл кері пропорция. Біз кері пропорцияға саламыз. Ол қалай? 80 бөлінген 60 тең. Кері пропорцияда екінші бөлшек орындарын ауыстырады. X бөлінген 6. Арғарай көбелек әдісіне саламыз. 60-ты X-қа көбейтеміз. 80-ді 6-ға көбейтеміз. Сонда 60X тең 480. X-ті табу үшін 480-ді 60-ға бөлеміз. Сонда X бізде қаншаға тең болады? 8-ге тең болады. Жауабы С. Келесі оқушылар, номері 10-шы тапсырмаға келіп жеттік. 116 санын 3, 9, 17 қатынасында етіп, тура пропорцияны 3 санға бөлді. Дейді, сол санның үлкенін анықтаңыз. Бұл жерде тура пропорция болғандықтан әрбір қатынасқа X қойып шығамыз. 3X, 9X, 17X. Бұлардың қосындысы оқушылар 116-ға тең. 3, 9, 17-ні қосамыз, бұл жерде 29X болады тең 116. Енді X-ті табу үшін 116-ны 29-ға бөлеміз. X тең, так, 4, 5, 6, 4 болды ма? 4 болады, 4 болады. X-тің жауабы 4. Осы шыққан санды әр қайсына көбейтіп шығамыз. 3-ті 4-ке көбейтеміз, 9-ды 4-ке көбейтеміз, 17-ні 4-ке көбейтеміз. 12 шығады, 36 шығады, 68 шығады. Осылардың арасындағы ең үлкені бізде 68. Так, біз оқушылар 10 тапсырманы талдап тастадық. Енді біз 2 жыл бұрынғы болған математикалық сауаттылыққа байланысты тапсырмаларды талдайтын боламыз. Бізбен бірге болайық, жалғастырайық. Кеттік. Сонымен бірінші тапсырма. Шыңғыс төменде көрсетілген 14 ұяшыққа әртүрлі натурал сандарды сағат тілімен 5 санынан бастап 50-ге дейінгі сандарды өсу ретімен жазып шықты. H плюс E өрнегінің ең үлкен мәнін табыңыз. Қараңдар, оқушылар 5, A, V, 10, S, D, 15, E, F, 23, G, 36, H және 50 деп тұр, я? Біз сағат тілімен деп тұр, яғни осылай қарай біздің сандарымыз не істеп жатыр? Өсіп жатқанын байқаймыз, я? Енді бізге не табу керек оқушылар? H пен E-нің ең үлкен мәндерін қосындысын табу керек. Так, қараңдар оқушылар. Егер мынау 50 болатын болса, H ең үлкен қандай сан бола алады? Бұл 49 бола алады ғой. 50-ден кіші сан бұл 49, сондықтан H бізде 49. Жарай ма? Келесі енді мына E мен F-қа тоқталайық. Қараңдар. 23 бұл 23 F-тен үлкен, F E-ден үлкен болып тұр. Онда F бізде 22 бола алады. Өйткені F 23-тен кіші болу керек, ал F-тің ең үлкен болатын мәні 22. Ал E болса, бұл 21 болады. Жарай ма? Сонда E бізде 21-ге тең, F 22-ге тең. Енді әрбір санды табатын болсақ, 36-ның алдында, яғни мынау G 35-ге тең. D болатын болса, бұл 14-ге тең, S 13-ге тең болады. V бізде 9-ға тең болады, өйткені максимум 10 және A бізде 8-ге тең болатын еді. Жақсы, сонда бұл есептің шешімі H бізде 49 және E 21 қосамыз 70-ге тең.
Так, ары қарай жалғастырамыз. Номері екінші тапсырма. Екі қаланың арасы 420 километр. Картада бұл ара қашықтық 14 сантиметрге кескінделген болса, картаның масштабын тапыңыз. Біз білеміз, масштабының формуласы карта бөлінген жер. Дұрыс па? Картадағы ұзындық бұл 14 сантиметр. Жер бетінде ұзындық 420 километр. Біз километрді сантиметрге арттыру үшін 100 мыңға көбейтеміз, немесе километрдің артына 5 нөл тіркейміз. Сонда біздің есеміз бұлай жалғасады. 14 сантиметр бөлінген 420-ның артынан 5 нөл тіркеймін. Сантиметр. Сантиметр мен сантиметр қысқарады. Мына жерде оқшар төмендегі санды 4 миллион 200 мыңды 14-ке бөліп жібереміз, өйткені екеуі де 14-ке қысқарады. Сонда қысқартып жіберетін болсақ, астында 3 миллион қалады. Сонда бұл есептің шешімі оқшар 1 бөлінген 3 миллион, немесе бұны біз қатынаспен жазатын болсақ, 1 бөлу 3 миллион деп жазамыз. Сонда бұл қай жауап болады? В жауабы болады. Екінші есепті аяқтадық. Енді ары қарай оқша жалғастырамыз. Үшінші тапсырма. С санын табыңыз дейді. Біз не істеуіміз керек оқшар? Бірінші 1992-ні 3-ке бөліміз керек. Жарай ма? Калькулятормен жұмыс жасайтын жұмыс. Калькуляторда аламыз. 1992-ні бөлеміз 3-ке. Тең дейміз міндетті түрде. Сосын қосу 8 дейміз. Тең дейміз. Сосын бөлу 7 дейміз. Тең дейміз. Азайту 17 дейміз. Жауабы 79. Келесі, төртінші. Алмат 1-ден 400-ге дейінгі натурал сандардың барлығын пернет тақтада теріп шықты. Ол үшін Алмат барлығы неше цифр қолданды. 400 деген бұл штамбал сан болғандықтан 3-ке көбейтіп 9 мен 99-ды азайтамыз деп айттық. Қолымызға калькуляторды аламыз. 400-ді көбейтеміз 3-ке, азайтамыз 9-ды, азайтамыз 99-ды. Жауабы 1092. Так, 4-ші тапсырмадан кейін бізде 5-ші тапсырма бар. 65 мүшеден тұратын тізбектің барлық мүшелерінің қосындысын тап. Қарайық, мына жерде 11-ден 6, 16-дан 11, 11-ден 16, 16-дан 11 деп 65 рет қайталанған. Яғни мына жерде 2 зат қайталанып жатыр. 65 болатын болса, бір зат артық қайталанған. Ол бірінші тұрған сан. Онда бірінші тұрған санды алатын болсам, онда 64 болады. Онда әр қайсысы 32-ден қайталанған деген сөз. Бірінші қайталанған бұл 32, және бір қайталанған бар, сонымен 11-ден 16 деген бұл бірінші тұрғандықтан 33 рет қайталанған. Ал екінші 16-дан 11 дегеніміз бұл бізде 32 рет қайталанған болады. Бұны қалай алдым? Барлығы 65. Екі ақ сан қайталанып жатыр. Бірінші тұрған сан артық бір рет қайталанды, оны алып тастаймын. 64. Енді мен бұлар 2 сан болғандықтан, олардың санын анықтау үшін 2-ге бөлмеймін ба? Сонда әрқайсысы 32-ден қайталанып тұр. Ал бірінші сан бір артық рет қайталанған, я? Сол үшін бұл 33 болады. Енді біз білеміз, я, оқушылар, біз 2 қосу 2 қосу 2 қосу 2 қосу 2 деп жазбаймыз, бұл 2 көбейту 5 деп жазамыз. Яғни 2 қанша рет қосылып тұр, біз соның санына көбейтеміз. Дәл сол секілді 11-ден 16 33 рет өз-өзіне қосылғандықтан, біз 11-ден 16-ны 33-ке көбейтеміз. Көріп тұрғанымыздай 33 пен 11 бұлар 11-ге қысқарады. Сонда 3 қалады, мұнда 1 қалады. 16-ны 3-ке көбейтеміз, 48. Бір біздің жазудан қажет керек емес, өйткені бұл бөлімінде. Дәл сол секілді мына жерде оқшар 32 мен 16-ны қысқартамыз. Олар 32 16-ға бөлінеді, 2 қалады, мұнда 1 қалады. 11-ді 2-ге көбейтеміз, 22. Шыққан сандарды бір-біріне қосамыз. Бұл есептің шешімі бізде 70 деген жауап келеді. Келесі 6-шы тапсырма. 10 жұмысшы бөлмені 24 минутта дейді. 6 жұмысшы неше минутта дейді. Жұмысшылар саны азайған кезде біздің жасалатын уақытымыз ұзарады. Сондықтан бұл бізде кері пропорция. Жұмысшыны жұмысшының астына, уақытты уақыттың астына жазуды ұмытпаймыз. 10 бөлінген 6, x бөлінген 24. Пропорция жасаймыз. Көбелек әдісі 6x көбейту, 10 көбейту 24. 6x тең 240-қа тең. X-ті табу үшін оқушылар 240-ті 6-ға бөлеміз. Сонда x бізде 40. Сонда 6 жұмысшы 40 минут жұмыс жасайды. Келесі оқушылар 7-ші тапсырмаға көшейік.
Боқшар, бұл есепті де біз шығарған болатымыз, иә? 10-нан 1 қосу 1. Не істейміз? Мына жерде 1-ді 10-ға көбейтіп, мына 1-ді жоғарыдағы 1-ді қосамыз, иә? 1-ді 10-ға көбейтсек 10, оған 1-ді қоссақ 11 бөлінген 10 болады. Дәл солай, мына 1-ді 11-ге көбейтіп, 1-ді қосамыз, сонда 12 бөлінген 11. Точка, нүкте, 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 98 үстінде 99 болады. Және 100 бөлінген 99 болады. Енді қысқартамыз. 11 11 мен қысқарады, 12 мұнда тұрған 12 мен қысқарады, 98 мұнда тұрған 98 мен, 99 99 мен қысқарады. Бізде оқшар 100 ғана қалды және 10 қалды. Бұлар оқшар бір-бірімен қысқартамыз. 10 болды. Неге 100 мен 10 қысқармайды? Өйткені 10 қысқару үшін мына жерде сан болу керек, 100 қысқару үшін мына жерде сан болу керек, ал ол жақта сандар жоқ. Жауабы В. Енді 8-ші тапсырмаға тоқталайық. Бұл бізде өте қызықты есептердің бірі. Бірден бастап 8-ге дейінгі нөмірленген 8 оқушы 4-4-тен 2 топқа бөлінбекші. 2 топтың жауаптылары сәйкесінше 3 және 6 нөмірлі оқушылар. Бөліну нәтижесінде 2 топта оқушылардың нөмірлерінің қосындысы тең болды. 7-ші нөмірлі оқушы бар топтағы 4 оқушының нөмірін көбейтіндісін тап. Бізде оқушылар 1-ден 8-ге дейін былай айтқан кезде 8 сан бар. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Және капитан командалары біріншісінде 3 және екіншісінде 6. Енді біз қалған 8 сан ішінен екеуі капитан команда болды. Қалған 6 санды біз не істейміз оқушылар? 2 жаққа бөліп жазамыз. Жарай ма? Так, енді мен бұны қалай жазамын? Примерно рандомда. Так, мен мұнда 8-ді жіберетін болсам, мұнда давай мен 5-ді жіберіп көремін. Мысалы. Так, 5-ді жіберіп көрем. Мұнда 7-ні жіберетін болсам, мұнда мен мұнда 4-ті жіберейін. Мұна жаққа мен енді 5 жіберіп қойдым. Мұнда мен 3-ті жіберем. Так. Не қалды менде? 8 кетті, 7, 6, 5, 4. 3 кетті, 2 мен 1 қалды. Мұнда 2, мұнда 1 болса, мұнда бұлардың қосындысы тең болмайды. Біз не істеуіміз керек? Алмастыруымыз қажет. Қалай алмастырамыз? Бүйтеміз. Мұна 7-ні, мұна 5-пен алмастырайын. Мұнда 5, мұнда 7 жібердім. Мыналарды қосамын. 6-ға 7-ні қоссам 13, 17, 18 болды. Мұна жақта 11, 19 болды. 1 мен 2-ні алмастырам, е? Мұнда 2, мұнда 1. Так, 6, 7-ні қоссам 13, мен 13, 17, 18 болды. Мұна жақта 11, 11, 16, 18 тең болды. Мұны енді 7 номердегі бар сандарды бір-біріне көбейт шығам. Бұл 6, 7, 4, 1. 6, 7, 4, 1-ді көбейтем. 6 жердегі 4-тен 42, 42-ні 4-ке көбейтсем 168 шығады. В варианты. Жарай ма? Осылай жасаймыз. Яғни топтағы командалардың қосындысы тең болу керек. Келесі оқушылар, номері 9. Егер қандайда бір санның оң жағына да, сол жағына да 5 цифрын тіркеп жазғанда 9-ға бөлінетін сан шықса, белгісіз санды тап. Бізде бір белгісіз сан бар, соның сол жағына, оң жағына 5-ті жазған кезде бұл 9-ға бөлінеді дейді. 9-ға бөлінгіштік қасиет қандай? Санның цифрларын қосындысын 9-ға бөлсек, сан 9-ға бөлінсе, ол сан 9-ға бөлінеді. Қараңдар, 5-ке 5-ті қосамыз 10. 10-ға қандай санды қоссам 9-ға бөлінеді? 18. Онда x бұл жерде 8. Немесе оқушылар бірден бастап біз 9-ға дейінгі барлық санды x-тің орнына қойып, соны 9-ға бөліп шықсақ болады. Немесе вариант бойынша жұмыс жасаңдар болады. Келесі номері 10. Сағыздың бағасы 45 теңге. Ақнұрда 20 теңгелік монеталары бар. Яғни Ақнұрда тек қана 20 теңгелік монеталар бар екенін айтып жатыр. Және ол ода өте көп. Енді, егер кассирде қайтаратын ақша болмаса, Ақнұр кем дегенде неше сағыз сатып алған дұрыс. Енді Ақнұр бір сағыз сатып ала алмайды. Өйткені 20 теңгеден берсе, онда 60 теңге береді, сдача алу керек болады.
Егер де ол 2 сағыз сатып алатын болса, 90 теңге болады. 90 теңге болса оқушылар, ол 4 рет, 5 рет 20 теңге береді, 10 теңге сдача беру керек болады. Сондықтан бұл болмайды. Так, 3 сағыз алатын болса, 135 точно болмайды. Онда 4 сағыз алу керек. 4 сағыздың бағасы 180 теңге. Онда 20 теңгеліктен біз оқушылар қаншауын қолданамыз? 9-ын қолданатын боламыз. Сонда ешқандай сдача болмайды. Сонда қанша сатып алу керек? Кем дегенде 4-еу сатып алу қажет. Міне оқушылар, көріп тұрғанымыздай біз математикалық сауаттылыққа байланысты есептер шығарып болдық. Осындай сұрақтар пәндік қайталау сұрақтарында келуі мүмкін. Дайындалайық. Бұл дегеніміз есептер жай бір қайталау есептері болды. Бірақ достар, оқушылар үйде міндетті түрде өтілген барлық тапсырманы, барлық формуланы жаттап, математика сауаттылыққа дайындаламыз. Математика бұл тоже маңызды, біздің логикамызды арттырады, математикалық сауаттылығымызды арттырады. Сондықтан да бұған мен жай берудің қажеті жоқ. Жарай ма? Сондықтан да осы видеоны жақсылап көріп алайық. Жарай ма? Пайдасы тиер, может басқа сұрақтар келер, кім біледі, бірақ оқушылар дайындаламыз. Қош, сау болыңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.